Облысымызға Қаздауысты Қазыбек бидің 350 жылдық мерейтойы жобасымен келген қарағандылық делегация түстіктің көшбасшы жастарымен кездесті. Басқосуда елдегі саяси әлеуметтік даму, жас өрендерге жасалған қамқорлық жайы кеңінен айтылды. Қос тарап қазақтың данагөй перзенті рухына арналған ұлы дала үні атты мерекелік концертті тамашалады. Елбасы мақаласында айтылғандай, тарихты түгендеп ұлттық кодты сақтауға үлес қосты. Қаздауысты Қазыбек би жолымен бабаларға тағзым атты халықаралық автокеруенмен жеткен жастар елдегі жетістіктер туралы оң пікірде. Елбасы екшеген міндеттердің үдесінен шығуды өздерінің перзенттік парызы деп біледі. Олар бұл басқосуда озат 30-дыққа енудің тиімді тетіктерінде ортаға салды. Егерде бәсеке қабілетті жастар қандай болу керек десе, ол өз отанын сүйетін, үш тілді толықтай меңгерген, ана тілімізді біздің ұмытпауымыз керек, ана тілді қастерлейміз. Онсыз біздің болашағымыз жоқ. Бірақ сонымен қатар орыс тілінде тең меңгеріп, ағылшын тілінде сондай дәрежеде сөйлей білуіміз керек. Бүгінгі тәуелсіз, бейбіт әрі өркендеген Қазақстан ата-бабаларымыз арманның орындалғанының белгісі. Осының бәрі халқымыздың бірлігі мен ынтымағының арқасы. Біз өткенімізді қастерлеп, бүгінімізді қадірлей біліп, болашаққа зор үмітпен қол созамыз, дейді жастар. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру арқылы тарихымызды, мәдениетіміз бен ұлттық жадымызды жаңғыртуға шынайы мүмкіндік туғанын біледі. Рухты әндер, жігерлі күйлер тыңдарман жүрегіне жол тапты. Туымын, керейхан менің тұғырым, еңселі байрақ көтеріп, арнаған елге ғұмырым. Арқадан арнайы келген қонақтарды отырарлықтарда зор құрметпен қарсы алды. Алдымен делегация Әбу Насыр Әл-Фараби мен Сұлтан Бейбарыс рухына бас иді. Мәмлүк мемлекетінің басшысы Шам шаһарында жерленсе, оның бір уыс топырағы отырардағы арнайы кешенге қойылған. Жастар сол теберекті көріп, ұлы дала ұландарының ұланғайыр жерді басқарғанын мақтан тұтты. Құлқожа Ахметтің ұстазы Арыстан баб кесенесіне де ғибраттарын арнады. Қазір енді туризм дамыту не бізді қол өнер шеберлігін дамытып жатырмыз. Біздің жергілікті азаматтар сол қазір өнер мектебін ашып ауданда енді неден балшықтан мынандай жасау, ағаштан оймалы, сырға оймақ сондай нәрселер деген енді туристер бұл енді бір бизнестің бір көзі, бір табыс көзі осы жергілікті сондайда қолға алған. Соның бір алғашқы қарлығаштары соны сіздерге сыйлауға рұқсат етіңіз. Зияраттан соң меймандарға шұбар ұсынып дастархан жайылды. Онда отырар тарихы ғана емес, ұлт тарихы кеңінен сөз болып, жиналған көпшілік қазақтың өркениетімен терең танысты. Аудан әкімі құрметті қонақтарға отырарлықтардың атынан кәдесыйлар ұсынып, сапарларына сәттілік тіледі. Түркістан және Отырар аудандарынан Перизат Биназарқызы, Ержігіт Маликов, Бақыт Байларов, Оңтүстік ақпарат.